Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар оқушылар? Бүгін біз осындай бір керемет есеп келіп тұр екен. Мынау енді оқушылар патолог есеп, мынау патолог бастап көрейік шығарып, Енді мына теңдеудің, онша емес, бір ұзақ теңдеудің түбірлерінің қосындысын табыңыз дейді. Так, 2 көбейтілген x квадрат минус 6x плюс 13-тің логарифм дәрежесі қосылған x плюс 1-дің логарифм дәрежесі тең мына нәрсеге. Енді қарайықшы оқушылар, мынау осы x квадрат минус 6x плюс 3 деген ол негізінде тұр да, ал мына дәрежесінде логтың аргументі x плюс 1 болып тұр. Ал керісінше мына жақта екеуінің орны наоборот ауысып кеткен болып тұр. Көрдіңіздер ме оқушылар? Енді бізде анандай нәрсе бар еді оқушылар, қараңыздар. Мен мысалы бүйтіп айтсам, a-ның лог b негіздегі с дәрежесі десем, мына с мен мына a-ның орнын ауыстырып қоятын болсам, онда с-ның лог b негіздегі a дәрежесі болады оқушылар. Екеуі бір-біріне тең оқушылар. Бізде осындай формула бар. Сонда мына x плюс 1-ді мына x квадрат минус 6x плюс 13-дің орнына келіп, ананы наның орнына келсем болады. Демек, менің қазір теңдеуім былайға мынандай нәрсе өзгереді. 2 көбейтілген, мына біріншісін өзін жаза салайын, x квадрат минус 6x қосылған 13. Осының логарифм дәрежесі, лог 2 негіздегі x плюс 1 қосылған. Енді мына x плюс 1 емес, бұл жерге x квадрат минус 6x қосылған 13-ті алып келемін. Осының лог 2 негіздегі x плюс 1 дәрежесі. Ол тең болады екен оқушылар. Енді мына үшеуінен, мына төртеуінен сыртқа 3-ті сыртқа шығарсам бола ма? Сонда 3 көбейтілген жақшаның ішінде x куб қосылған 3x квадрат қосылған 3x қосылған 1 қалады оқушылар, дұрыс па? Так, енді қараңыздар, мына нәрсе екеуі бір-біріне тең ба? Сонда мынау былай ғой, 2 көбейту алма қосылған просто алма. Ол 3 алма бола ма? Сонда 3 көбейтілген, ана өрнек қой. 3 көбейтілген x квадрат минус 6x қосылған 13-тің лог 2 негіздегі x плюс 1 дәрежесі, дұрыс па оқушылар? Көрдіңіздер ма? Ана 2 анаған, бір мынандай қосатын болсақ, 3 сондай болады. Ол тең болады екен. 3 көбейтілген, мынау x куб қосылған 3x квадрат қосылған 3x қосылған 1 деп отқаным ол x плюс 1-дің кубы ғой оқушылар, дұрыс па? x плюс 1-дің кубы болады екен. Так, сонда мұны екен қысқартатын болсақ, менің теңдеуім мынандай болады екен ғой. x квадрат азайтылған 6x қосылған 13 тең осының логарифм 2 негіздегі x плюс 1 дәрежесі. Так, ол тең болады мына x плюс 1-дің кубына. Дұрыс па оқушылар? Так, енді екі жаққа да логарифм енгіземіз дейтін әдіс бар. Екі жаққа да алдына лог 2-ні енгізсем болады. Сонда мынау сол жаққа лог 2-ні енгізсем, лог 2 негіздегі x квадрат азайтылған 6x қосылған 13. Осының лог 2 негіздегі x плюс 1 дәрежесі. Так, ол тең болады. Наған лог теңізетін болсам, лог 2 негіздегі x плюс 1-дің кубы болады екен оқушылар. Так, енді мына куб алдына түседі. Біз білеміз, ереже бойынша логарифмнің мына дәрежеде тоже алдына түседі. Сонда лог 2 негіздегі x плюс 1 алдына түсетін болса, көбейтіледі лог 2 негіздегі анау x квадрат азайтылған 6x плюс 13. Ол тең болады, мына 3 жаңа алдына түсті. Сонда 3 көбейтілген лог 2 негіздегі x плюс 1 болады екен оқушылар. Так, енді қараңыздар. Мынаны сол жаққа қарай азайтып жіберсем болады, минус қылып, дұрыс па? Сонда логарифм 2 негіздегі x плюс 1 көбейтілген логарифм 2 негіздегі x квадрат азайтылған 6x қосылған 13 азайтылған бұл өтетін бер жаққа 3 көбейтілген лог 2 негіздегі x плюс 1. Так, 2 негіздегі x плюс 1. Ол тең болады екен оқушылар, кімге? 0-ге екен. Енді үшеуіне де кім ортақ оқушылар? Екеуіне де кім ортақ? Мынау және мынау ортақ қой, дұрыс па? Демек, осын сыртқа шығарсам бола ма жақшының сыртына? Давайте мына жаққа жалғастырып жазайын. Логарифм 2 негіздегі x плюс 1 сыртқа шығаратын болсам, ішінде оқушылар кім қалады? Логарифм 2 негіздегі x квадрат азайтылған 6x қосылған 13 азайтылған 3. Ол тең болады 0-ге. Демек, жеке-жеке 0-ге теңестірем ғой. Бірінші мынаны 0-ге теңестірем, одан кейін мынаны 0-ге теңестіреді екенмін. Сонда логарифм 2 негіздегі x плюс 1 0-ге теңестіретін болсам, ол тең болады 0-ге. Сонда x плюс 1-ің 2-ның 0 дәрежесі ол 1-ге.
Демек x-ің тең 0 болады екен. Міне бірінші түбірім оқушылар шықты. Келесі логарифм 2 негіздегі x квадрат азайтылған 6x қосылған 13. Осыны мына минус 3, осыны 0-ге теңестіретін болсам, мына 3 мына жаққа қарай өтіп кете салады оқушылар. Бірден жазайын, иә? Тең 3 болып кетеді. Сонда 2-ның кубы ол 8 болады екен. Демек x квадрат азайтылған 6x қосылған 13 тең 2-ның кубы 8. Сонда мына шығаратын болсақ x квадрат азайтылған 6x қосылған 5 тең 0. Демек x-ің тең 1, x-ің тең 5 болады екен. Ал біздің түбіріміз сонда 0, 1 және 5 шығады екен. Ал түбірлердің қосындысы бізде 6 болады екен оқушылар. Мына есеп ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.